Жалпы Индияның вокзалдарын түсіну үшін осындай табломен жұмыс жасау керек екен. Егер сіздің, мысал үшін, пойызыңыздың номері осыдан кейінгісін айтайын, менікі осыдан кейінгісі 12-988 менікі. 88 деп тұр, ол 18.45-те А2 жолға келеді. А2 жол деген, міне, 18.45 примерно сол уақытта осы жерге келеді. Егер А1 деп тұрса, ол мынаның ар жағындағысы жол. Егер А3 десе, міне, А4 десе, міне, 4 деп жауы. 4-ші платформаға келеді. Содан соң, мынандай таблоның артынан көріп тұрсыздар ма сіздер? Кішкентай. Міне осыған сіздің орныңыз, вагоныңыздың номері жазылады. Мысал үшін қазір мұнда вагон жоқ. PF3 деп тұр. Мынауға ештеңе жазылып тұрған жоқ. Егер бұл жерге пойыз келетін болса, мұнда жазылады. Міне AF деп тұр ғой. Әзірге бос емес деген сияқты жазылып. Ештеңе жоқ деген сияқты жазылып тұр. Ал егер сіз S3 болса, мысал үшін менің вагоным S3 болса, сол S3 деп жанып тұрған осындай кішкентай таблоны тауып аласыз да, өзіңіздің вагоныңызға топ-топ отыра қоясыздар. Егер кішкене ойланып қараса, былай нормально жасауға болады. Дым қиындығы жоқ. Басында үйренуіне кішкене қиналасың, содан кейін үйреніп кетуге болады. Сондықтан Индияның пойыздарынан қорқып керек емес. Мен мына жерде өзімше болып бәрін білетін адам сияқты болып айтып жүрген кезде байқамай басқа біреудің орнына, басқа біреудің пойызына мініп алып, басқа біреудің орнына жатып алып қалдым. Сондықтан өте мұқият болу керек. Таблоларды қарау керек және пойыздардың номерін қарау керек мұқият.